Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін тауық етінен жасалған өте дәмді пирогтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін алдымен ыдысқа барлық ингредиенттерді салып аламыз. Қаймақ, бөлме температурасындағы сары майды, жұмыртқаны, тұзды, разрыхлительді ұнды салып, біркелкі араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл жерде май 82,5% болуы шарт. Мен закрома майын қолданамын. Міне қамырымыз дайын болды. Енді оны салафанға салып 20 минут бөлме температурасына қойып қоямыз. Енді салмаларымызды дайындаймыз. Пиязға тұз, бұрыш қосып, жақсылап мыжғылап аламыз. Мен тауықтың төс етін пайдаландым. Оған да тұз, бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Картопты осылай жұқа етіп турау қажет. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуі үлкен, екіншісі кішкентай болу қажет. Алдымен үлкен бөлігін жайып, пергаменттің бетіне орналастырамыз. Осылай жан-жағын біркелкі етіп тегістейміз. Енді қамырымыздың кішкентай бөлігін жайып, қоя тұрамыз. Енді қамырымыздың бетіне салмаларымызды біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Алдымен картопты, содан кейін пиязды, сосын тауық етін салып, шетінен кішкене орын қалдырамыз.
Міне салмаларымызды салып шықтық. Енді бетіне кішкентай қамырымызды орналастырып, екі қамырды бір-біріне жақсылап біріктіреміз. Пирогымыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Менде кішкентай қамыр қалып кеткендіктен осындай фунжымен гүл жасап бетіне әсемдік үшін қойып қойдым. Енді ішіне ауа кіріп тұру үшін екі жерінен пышақпен тесіп шығамыз. Бетіне қалауларыңыз бойынша кунжут сепсеңіздер болады. Мен бір бетіне ақ кунжут, бір бетіне қара кунжут септім. Дайын пирогымызды алдын ала қыздырылған 170 градус пеште 30-35 минутқа салып аламыз. Өте дәмді пирог, үйде жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.